Алматылықтарды алаңдатқан Алтын Орда базары маңындағы көпір құрылысы қашан аяқталатыны белгілі болды. Қазавтожол ұлттық компаниясы өкілдерінің мәлімдеуінше, негізгі магистраль бойынша қозғалыс биыл жыл соңына дейін ашылады. Біраздан бері бітпей жатқан жолға кедергі келтірген кімдер? Жүргізушілер бұл маңнан қашан кептеліссіз өте алады? Ұлағат Арғынұлы толықтырып айтсын. 9 жолдың торабы болған бұл транзиттік дәлізден күніне шамамен 18 мың көлік қалаға кіріп шығады. Ал күніміз кептеліспен өтті деген жолаушылар биыл көпірдің толығымен аяқталатынына сену қиын деп отыр. Өте көп тұрамыз. Міне таңертең 1 сағат 27 минут тұрдым пробкада. Негізі, Алтын Орда базардан бері пробка, оның үстіне мына стройка жүріп жатыр. Жұмысқа кешігу бола ма? Болады, конечно, кешік тұрмыз ғой міне. Конечно, ыңғайлы емес. Мостың жатқанда 5 жыл болды ма, 4 жыл болды. Бітпейді, қоймайды. Кептеліс кезінде бәрінен бұрын жедел жәрдем қызметі мен өрт сөндіру машиналарына қиын сығылысқан кептеліс кесірінен қызметтік көліктер төтенше жағдай орнына уақытылы жете алмай қалатын жағдайларда кездеседі екен. Көлік кептелісі жыл соңына дейін аз да болса сейілет дейді мамандар. Ол үшін Алтын Орда базары жанынан ұзындығы 4 шақырым болатын жол аяқталады. Одан бөлек Ақсай өзеніндегі көпір құрылысы мен 3 жер үсті жүргіншілер өткелі жасалып бітуге аз қалған. Қазавтожол ұлттық компаниясы өкілдерінің мәлімдеуінше, бұл жолдар жаңа жылға дейін пайдалануға беріледі екен. Строительно-монтажные работы. Бүгінде Таға типті эстакада көпірінің арматуралық қаңқасын орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жолға жарық шамдар орнатылып, жүру бөлігін 10 жолаққа дейін кеңейту жұмыстары аяқталып қалды. Жобаны толық аяқтау 2021 жылға жоспарланып отыр. Алып көпір жұмысы осыдан 3 жыл бұрын басталған еді. Уақытылы тапсырылмауына себеп көп. Соның бірі мына Жанармай бекетінің ретсіз орналасуы. Жекеменшік серіктестік болып саналатын бұл бекеттерді мемлекет наурыз айында ғана сатып алған. Еске салайық, жол құрылысы 2017 жылы басталып, 2019 жылы пайдалануға берілуі керек болатын. Өздеріңіз көргендей күрделі жұмыстар әлі де жалғасып жатыр. Жұмыстың уақытылы аяқталмауына себеп жанармай құю бекеттері әлі күнге дейін сүрілмегенін көріп тұрмыз. Алтын Орда көпірі алдағы жылы толығымен аяқталады деп сендірді мамандар. Ұлағат Арғын, Сағынтай Нұрғали, Алматы телеарнасы.